Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айнұр. Мен сіздерге бүгін осындай шоколадты кекс деп аталатын керемет рецепт ұсынбақшымын. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Біз ең алдымен бастамас бұрын пешімізді 170-180 градусқа қыздырып қоюымыз қажет. Енді біз ыдысымызға 4 жұмыртқа саламыз. Оның үстіне қант қосып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Ал егерде сіздерде венчик болмаса, онда миксердің көмегімен жасауға әбден болады. Бізде осындай көпіршіген масса шығуы қажет. Енді біз күнбағыс майын қосып, жақсылап тағы да венчикпен араластырамыз. Бізде осындай көпіршіп тағы да масса шығуы қажет. Араластырып болдық. Енді біз құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Мен қостым. Қарасаңыздар, осындай қоймалжың, яғни масса шықты. Енді біз қалған тағы ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. Менде осындай қоймалжың қою масса шықты. Енді біз табаға кекс формаларын дайындап, кекс формасына біз қамырымызды құямыз. Мен пеште 170-180 градуста 10 минуттай пісіріп алдым. Енді біз осында ағаш таяқшамен тексеретін боламыз. Біздің ағаш таяқша құрғақ болу қажет. Құрғақ болса, онда пісті деген сөз. Біз оны енді формадан босатамыз. Және осындай қағаз кекстің формалар болса, соған саламыз. Ал егерде болмаса, ол міндетті емес. Жай ғана тарелкаға салсаңыз да болады. Міне осылай тарелкаға реттестіріп жинап қойдым. Ортасы міне керемет жұмсақ болды. Қазір сіздерге көрсетейін. Міне қарасаңыздар, жұмсақ болып шықты. Біз бетіне қант ұнтағын сүйіп дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Ал егер қант ұнтағын ұнатпасаңыз, онда шоколадты глазур істеуге болады, және қант ұнтағынан да глазур істеуге болады. Ол үшін қант ұнтағына бір қасық су құйып, жақсылап араластырып, кондитерлі мешокқа салып, бетіне глазур істесеңіз де керемет болып шығады. Міне мен тарелкаға осылай реттеп жинастырып қойдым.
сіздерге ортасын көрсетейін. Өте жұмсақ болып шықты. Әрбір аз үйге қаншайым істей алатын ең оңай кекстің бір түрі деп айтсам да болады. Ең бастысы бұл жерде миксерсіз істелінеді. Ал егер де сіздерде венчик болмаса, миксермен де істеуге болады. Мен бүгін венчикпен істедім, сондықтан бұл миксерсіз кекс болып табылады. Көрдіңіздер ме? Өте жұмсақ болып шықты. Дастарханның керемет сәнін келтіреді. Көптеген мейрамдар болады, сол кезде істесеңіздер де дастархан керемет сәнін келтіреді. Міне сіздермен Айнұр. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.